Мынау біздің Досан ауылы, міне біз тұрған елді мекеніміз. Көршілер жиналып отырмыз. Бәріміз көршілер жиналып, осы жерде бүгін әкімшілікке барып едік. Бізді қарасты деп алмай жатыр. Қарамағын алмай жатыр. Жалпы біз келгенімізге 9 жыл болды. 2016-да алдық. Осы жерде көршілеріміз әлі де бар. Просто жиналып қалып жатыр. Аға, бір ауыз сөзіңізді айтсаңыз. Осы мәселе бойынша біз өзі 4 жыл бұрын бір арызданып, шағымданып, қаяққа қарарымызды білмей, біреуіміздің үйіміздің документі Қарауылтөбеде жазып болған, қалғанымызға Қойтанды жазып болған, сонымен жан-жаққа арызданғанбыз. Соның нәтижесінде осы 4 жыл бұрын осы Шамен жолдас әкім болып тұрған кезінде жиналыста бізге уәде берген. Абайға қарайсыңдар, абай қаратамыз, документтерін бекітіп құжат жүзінде берілді бізге. Құжат жүзінде беріліп, сондай мәселе болған. Енді бізде бұл жерде көшеміздің аты жоқ, көшеміз болғанда көшенің реті жоқ әлі. Сосын су мәселесі қиын. Анау ауылдан тасып ішіп отыр. Мына светті өзіміз қондырған свет, мына Досан ауылы деген тиіп тұр. Сол Досан ауылдың несіне свет жүріп жатыр, бізге ондай не жоқ. Енді осы жұмыспенен көршілер бағана әкімдікке барған екен, Абай әкімдігіне. Сөйтсе бізге қарамайсыңдар, кім айтты, баратын жерлеріңе барында Қарауылтөбеге қарайсыңдар ма, білмейміз деп жіберіпті. Сонда біз адам есебінде жоқпыз, Құдай есебінде бармыз ба, Алла тағаланың есебінде бар екенбіз. Бұл қалай болады? Нәлбаев жолдас осыны қалай қарайды екен? Сол кісінің өзінің кезінде қалалық әкім болып тұрған кезінде бекітілген бізге документ. Бекітілген өзінің қолы бар біз. 16-дан бері ровно 9 жылдан асып баратыр. Қазір 9 жылдан асып баратыр соған. Ешқандай нәтиже болмай тұр. Сол қаяққа қарайтынымызды әлде де білмейміз. Балдарымызға да мектепке қатынау қиын болып жатыр мына жерде. Мынау тиіп тұрған мектеп, соның өзіне де біз осындай бөлектеніп жатырған жайымыз бар.